Саламатсыздармы? Сіздермен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Байгелова Алтынай Шарипова. Бүгінгі сабақта біздер жол жүру ережелерінің қауіпсіздігі пәні бойынша реттелмейтін жол қиылыс ережелерін қарастыратын боламыз. Бұл сабақта біздер тең және тең емес жолдардың реттелмейтін қиылыстарынан өту ережелерін талдаймыз. Екі жолдың қиылысындағы қарапайым қиылыстың мысалын қарастырайық. Реттелмейтін қиылысқа жақындаған кезде басымдық белгілеріне қарап, кімге жол беру керектігін анықтау қажет. Мұндай қиылыста біз төрт бағытта жүре аламыз. Атап айтқанда, оңға, түзу, солға және кері бағытта. Қозғалыстың басқа қатысушылары бізге үш бағыттан жақындайды. Сол жақтан көк автокөлік, оң жақтан қара автокөлік және қарсы бағыттан жасыл автокөлік. Суреттерде бейнеленген жағдайларды қарастырған кезде біз барлық автокөліктер біз сияқты бағытта қозғалады деп санаймыз. Яғни, егер біз қиылыста оңға бұрылсақ, онда көк көлік құралы түзу жүреді, жасыл солға бұрылады, қара кері бұрылады. Сондай-ақ біздің қозғалысымыздың басқа бағыттарында әрқашан барлық автомобильдер мен траекторияларының қиылысу нүктелері болатынын ескеру қажет. Қиылыстың алдында басты жол белгісі орнатылған. Біз басты жолмен келе жатқанда тек басты жолмен жүретін және бізге оң жағынан жақындаған автокөліктерге жол беруіміз қажет. Оңға бұрылған кезде біз ешкімге жол бермейміз. Тікелей қозғалыс кезінде де дәл солай. Солға бұрылған кезде біз қарсы бағытта келе жатқан көлік құралдарына, яғни жасыл көлік құралына жол береміз. Бұл жағдайда біз қиылыстың ортасына жетіп, олардың өтуін күтеміз. Өйткені оларда негізгі жолда және біз үшін оң жақтан кедергі болып табылады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде бізде басты жол және басты жолдың бағыты көрсетілген. Бұл жағдайда біз оңға бұрылған кезде қиылыстан ең алдымен өтеміз, яғни ешкімге жол бермейміз. Сондай-ақ қиылыстың тура бағытында өту кезінде де дәл осылай, ешкімге жол бермейміз. Біз солға бұрылған кезде және ешкімге жол бермейміз. Тек бұрылған кезде сол жағымыздағы көлік құралына, кері бұрылған кезде сол жағымыздағы көлік құралына жол беруге тура келеді. Көк автокөлік оңға бұрылады деп ескереміз, өйткені оларда негізгі бағытта жүреді және біз үшін оң жақ кедергі болып табылады. Егер көк автокөлік түзу жүрсе, онда алдымен біз оған оң жақтан кедергі жасаймыз, яғни бізде артықшылық болады. Ал қиылыстың ортасына жетіп кері бағытта бұрылсақ, біз өзіміз оған оң жағын байлап жол беруіміз қажет. Тар қиылыстарда осындай жағдайларды ажырату өте қиын болады. Сондықтан бұрылыс кезінде оның артықшылығын көк көлік құралына беріп, маневрді тікелей өткеннен кейін ғана орындаған жөн. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде басты жолдың бағыты өзгерген, яғни оңға қарай. Егер сіз бұл жағдайда оңға қарай жүруді жоспарласаңыз, алдымен батыл жүре аласыз. Өйткені бұл қозғалыс кезінде ешкімге жол бермеуге мүмкін болатын жалғыз ғана жағдай. Тікелей барған кезде оңға қарап, қара көлікке жол беруді ұмытпаңыз. Ол да негізгі жолмен жүреді және бізге оң жағымыздан жақындайды. Солға жылжи отырып, оң жақтағы солға немесе тіке бағытта жүретін көлік құралына жол береміз. Егер қара көлік оңға бұрылса, онда біз оған кедергі жасамаймыз және онымен бір уақытта бұрыла аламыз. Тек оның шынымен бұрыла бастағанына көз жеткізу қажет. Және осылай бұрыла отырып, солға бұрылған кезде де осылай әрекет жасаймыз. Келесі суретке назар аударайық. Жол қиылысының алдында жол белгісі орнатылған. Жол қиылысынан өту кезінде негізгі бағыт, негізгі жолмен жүретіндердің барлығына, сондай-ақ екінші жағынан бізге оң жақтан кедергі болатын көлік құралдарына жол береміз. Жол берген кезде жүріс бөліктерінің қиылысының алдында тоқтаймыз.
Оңға бұрылған кезде біз сол жақтағы көліктерге жол береміз, яғни көк автокөлік. Өйткені ол негізгі жолмен жүреді. Егер көк автомобиль оң жақ бұрылыс көрсеткішін қосса және бұрыла бастаса, онда сіз онымен бір уақытта жүре аласыз. Егер қара автокөлік қиылыста бұрылуды шешсе, оған жол беруге тура келеді. Реттелмейтін қиылыстардың өтуін тура бағытта орындай отырып, сол жақтағы көк және оң жақтағы қара автокөлікке жол береміз. Солға бұрылған кезде сол және оң жақтағы автокөліктерге жол беру керек болғаннан басқа, біз сияқты екінші дәрежелі жолда, бірақ біз үшін оң жақтағы кедергі болатын қарсы көлік құралдарын өткізіп жіберуге тура келеді. Егер сіз қиылыста бұрылуды шешсеңіз, кері бұрылуды шешсеңіз, онда сіз барлық көлік құралдарына жол бересіз. Содан кейін ғана сол маневрді жүзеге асыра аласыз. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде жол беріңіз белгісі және оның бағыты көрсетілген. Оңға бұрылған кезде біз сол жаққа көк автомобиль және қарама-қарсы жасыл автомобильге жол береміз, егер олар біз бұрылатын жаққа бұрылса. Алға қарай қозғалу үшін сол жаққа қарама-қарсы жолға бару керек, өйткені олар негізгі жолмен жүреді. Сонымен қатар оң жақта қара автомобиль, олар екінші реттік болса да, оң жақтағы кедергі болып табылады. Солға бұрылған кезде біз бәріне жол береміз. Айналу үшін ең дұрыс жағдай емес, бірақ егер таңдау болмаса, біз барлық көлік құралдарына жол береміз. Келесі суретке назар аударайық. Оңға бұрылмас бұрын ешкім қарсы бағыттан біздің бағытқа жүрмейтініне, сондай-ақ қара көліктің оң жақта қиылыста бұрылмайтынына көз жеткізуіміз керек. Тікелей немесе солға қарай жүре отырып, біз жасыл және қара автомобильге жол береміз, өйткені олар негізгі жолмен жүреді. Қиылыстан бұрылыс кезінде көк автокөлікке жол береміз, өйткені бұл маневрді орындай отырып, біз оған оң жақ бүйірімізді береміз. Бірақ жүріс бөлігінің қиылысына жақындаған кезде біз оған өзіміз оң жақ кедергі боламыз. Сондықтан басымдылыққа ие боламыз. Назарларыңызға рахмет.